Оқиға кейбір адамдардың қатыгездікпен азапталуынан басталады. Бір адам олардың денесіне қайнаған су құйып, терілерінің сыпырылып түсуіне әкеледі. Кейбіреулерді тірідей өртеп, басқаларын сағаттап суға батырады. Криштовал Феррейра есімді діни қызметкер осы азаптауларды көруге мәжбүр болғандардың бірі. Осы адамдардың барлығы оның ықпалымен христиан дінін қабылдаған, енді соның кесірінен жазаланып жатыр. Оқиға 1663 жылы болады. Бұл кезде Жапонияда ешбір діннің таралуына рұқсат етілмеген, дінін өзгертуге тырысқандар өлім жазасына кесілген. Кейбір адамдарға Иса Мәсіхтің суретін таптау бұйырылады. Мұны істегендер аман қалады, ал бас тартқандар қатты азапталып, содан соң өлтіріледі. Бірнеше жылдан кейін Криштовал Феррейраның шәкірттері болған екі діни қызметкермен танысамыз. Италиялық діни қызметкер оларға Феррейраның Жапониядан жіберген хатын көрсетеді. Хатты оқығанда олар Феррейраның Жапонияда дінін өзгертіп, христиандықтан буддизмге өткенін біледі. Олар мұны сенбейді, өйткені Феррейра Иса үшін өлуге дайын адам еді, ешқашан сенімінен бас тартпас еді. Олар Жапонияға барып, онымен кездескілері келеді, бірақ италиялық діни қызметкер оларға рұқсат бермейді. Ол Жапонияның христиандар үшін өте қауіпті екенін, егер барсаңдар, Феррейрамен болған оқиға сендермен де болады деп ескертеді. Бірақ олар табандылық танытып, баруды талап етеді. Ақыры діни қызметкер келсе, келесі күні екеуі Жапонияға заңсыз жеткізетін қытайлыққа барады. Оларға жол көрсету үшін Кичиджиро есімді жапондықты ертіп алады. Кичиджироның отбасы христиан дінін қабылдаған үшін тірідей өртелген. Көп күндік сапардан кейін үшеуі Жапонияға жетеді. Кичиджиро суға түсіп, оларға тыныш еріп жүруді айтады. Оны еріп жүргенде Кичиджиро кенет жоғалып кетеді. Олар оның сатқындық жасағанын ойлайды, бірақ олай емес. Біраз уақыттан соң шам ұстаған жапондықтар келіп, оларға Жапонияда екендерін айтады. Бұл жер сендер үшін қауіпсіз емес, бізді ешкім көрмей тұрғанда кету керек дейді. Себастьян мен Франциско оларды тыныш еріп барады. Бір қарт оларға христиандардың бұрынғыдан да көп өлтіріліп жатқанын айтады, сондықтан жасырыну керек. Олар Иса олардың дұғаларын естіп, осы діни қызметкерлерді жібергендей сезінеді. Себастьян бұл адамдардың қатты қорқатынын байқайды. Ол олардан осындай қауіпте Исаны қалай сақтап қалғандарын сұрайды. Ауыл тұрғындары құпия түрде дұға ететіндерін, билік келгенде Исамен байланысты барлық затты жасыратынын айтады. Мысалы, суретті кілем астына тыққан. Себастьян христиан туралы ақпарат берген адамға 100 күміс тиын, ал діни қызметкер туралы хабарлағанға 300 күміс тиын берілетінін біледі. Себастьян басқа ауылдарға да бару керек, олар да біздің осында екенімізді білу керек дейді. Ол Феррейра туралы сұрайды, бірақ ауылда ешкім оны білмейді. Келесі күні ауыл тұрғындары екеуін құпия бөлмесі бар саятшыға апарады. Оларға есікті тек 2 рет тықылдатқанда ғана ашу керек, басқа жағдайда сыртта не болса да шықпау керектігін айтады. Себастьян мен Франциско көп күн жасырынып отырады. Франциско шыдамсыздана бастайды. Ол ашуланып, бұл адамдар қатты қорқады. Қорқыныш оларды іштен жеп қойған. Феррейраның тірі екенін де білмейміз, ешкім оның атын естімеген дейді. Бірақ Себастьян бұл адамдардың тек оларға ғана үміт артатынын, егер оларды қолдамаса, Исаға деген сенімдерін жоғалтатынын түсіндіреді. Ол Кичиджироға Нагасакиге барып, Феррейра туралы ақпарат алып келуді тапсырады. Франциско оған сенуге болмайтынын, оны осы жерге әкелгеннен бері көрмегендерін айтады. Осылайша көп күн жасырынып өтеді. Бір күні Франциско шыдамай сыртқа шығады, екеуі ашық аспан астында жатады. Күнге қыздырынып жатқанда Франциско оларды көрген адамдарды байқайды. Олар дереу жасырынып, қорқыныштан күні бойы шықпайды. Кешке сырттан біреулердің дауысы естіледі, оларды шығуға шақырады, бірақ сигнал беру үшін есікті тықылдатпаған. Сондықтан діни қызметкерлер шықпайды. Себастьян олар басқа ауылдан болуы мүмкін деп ойлап, Францисконың қарсылығына қарамастан сыртқа шығады. Оларға шынымен көмек керек екенін көріп, аяқтарының жараларын тазалап, қауіпсіздіктері үшін дұға етеді. Олар Кичиджиродан діни қызметкер туралы білгендерін, оның да христиан екенін айтады. Себастьян мен Франциско оны христиан емес деп ойлаған, бірақ олар 8 жыл бұрын Кичиджирода христиан болғанын, оның бүкіл отбасы ұсталып, Исаға қарсы шығуды талап еткенін айтады.
Кичиджиро Иса суретін таптап, өз өмірін сақтап қалған, бірақ әйелі мен отбасы мұны істемегендіктен олардың көз алдында тірідей өртелген. Мұны білген діни қызметкерлер Кичиджироға жаны ашиды. Келесі күні олар барлық ауылға барып, басқа христиандарды жігерлендіргісі келеді. Бірақ олардың ауылының басшысы Макичи оларды тоқтатып, онда өмірлеріне қауіп төнетінін айтады. Себастья бәрібір баруды шешеді. Франциска осы адамдарды қолдау үшін қалады. Келесі күні Себастья олардың ауылына барады, онда Кичиджироны да табады. Барлығы оны қарсы алады. Себастья бұл адамдардың осыншама қиын уақытта сенімдерін жоғалтпағанын көреді. Бақытына ол Феррейраны соңғы рет Нагасакиде, христиандар әкетілетін жерде көрген қартты табады. Себастья ауыл тұрғындарына сенімдерін нығайту үшін кішкентай заттар керек екенін байқап, оларға қауыздан жасалған кресттер мен тәспиден бір-бір моншақ береді. Барлығы бұған қатты қуанады. Ол Кичиджироны шақырып, оған да моншақ бермекші болады. Бірақ Кичиджиро күнәнің ең үлкені өзін санап, Иса оны кешірмейді деп ойлап, қашып кетеді. Себастья Кичиджироға ең көп көмек керек екенін түсініп, оған барып, күнәларын мойындауды айтады. Кичиджиро мойындау кезінде жылап, көп жыл бойы ішінде сақталған қайғысын көрсетеді. Екінші жағынан, жапондықтар ұстаған қартты көреміз. Бұл ауылдағы христиандарды тазартуға жұмыс істейтін адамдар. Мокичи олардың Будда ғибадатханасында дұға ететінін, салықты уақытында төлейтінін айтып, неге мұндай қарым-қатынас жасайтынын сұрайды. Ол адам олардың жақсы адамдар екенін, бірақ басқа дінді құпия ұстанатындарға қарсы екенін айтады. Олардың осында екені туралы хабар бар деп, қалтасынан көп күміс тиын шығарып, ақпарат бергендерге сый ретінде берілетінін айтады. Егер 3 күнде ақпарат болмаса, тағы 3 адамды алып кететінін, оның бірі Мокичи болатынын ескертеді. Түнде барлығы жиналып, Мокичи діни қызметкерлерге ештеңе болмайтынын, өздерінің өмірін беретінін айтады. Себастья егер осында қалса, ауыл тұрғындары біртіндеп өлтірілетінін түсініп, Кичиджироның ауылына баруды шешеді. Бірақ сол ауылдан келгендер оның өмірлеріне қауіп төндіретінін айтады. Барлығы осы туралы дауласа бастайды. Қарт екеуіне осы ауылда қалу керектігін айтады. Бір адам өз еркімен шығып, 4 адамның бірі болатынын айтады. Енді бір адам керек болғанда барлығы Кичиджироны құрбан болуға шақырады. Кичиджиро алғашында бас тартады, бірақ қысыммен келісуге мәжбүр болады. Келесі күні 2 діни қызметкерді қауіпсіз жерге жіберу дайындығы жасалады. Мокичи мен 4 адам өмірлерін беруге дайын, бірақ Макичи олар ауыл тұрғындарын бәрібір тыныш қалдырмаса не болады деп сұрайды. Себастья олардың айтқанын істеңдер, Құдай сендерді кешіреді дейді. Бірақ Франциска оны тоқтатып, Макичиге олардың барлығына келісу Құдай алдында дұрыс емес екенін айтады. Көп ұзамай сол адамдар ауылға қайта оралады. Олар Иса суретін алдарына қойып, оны таптауды бұйырады. Себастья алыстан жасырынып бәрін бақылайды. 4 ауыл тұрғыны ауылдың қауіпсіздігі үшін жүректерін ұстап, суретті таптайды. Бірақ бұл жеткіліксіз болады. Олар суретті таптағанда демдерінің тез шыққанын байқағанын айтып, крест шығарып, христиан емес екендерін дәлелдеу үшін оған түкіруді талап етеді. Бұл жолы Кичиджиродан басқа ешкім мұны істемейді, өйткені ол қорқақ еді. Ол крестке түкіріп, барлық талапты орындап босатылады. Қалғандары үлкен крестке ілініп, өлуге қалдырылады. Уақыт өте теңіз толқындары көтеріліп, әр соққы олардың денесіне қамшыдай тиеді. Алғашқы қарт суға батып өледі. Екінші адамда ауырсынуға шыдай алмай, көп ұзамай қайтыс болады. Соңында 4 күн бойы Макичи ғана ілулі қалады. Оның денесі аштықпен шөлден қатып қалады, ақыры ол да өледі. Оған христианша жерлеу рәсімін жасай алмайды, денесін өртеп жібереді. Себастья мен Франциска мұның бәрін өз көздерімен көреді. Себастья үшін бұл өмірде тозақты бастан кешкендей болады. Оған адамның өлімі ешқашан бекер емес, Иса өліп жатқандардың дұғаларын міндетті түрде естиді деп айтылған. Бірақ бүгін ол Исаның өліп жатқандардың айғайын ести ме, жоқ па деп сұрауға мәжбүр болады. Франциска өзін қорқақ сезінеді. Ол Себастьяға қайту керек, әйтпесе ауыл тұрғындарының өмірі алына береді дейді. Бірақ Себастья Феррейраны таппайынша қайтады. Екеуі енді бөлек жолға түседі. Себастья Кичиджироның ауылына жалғыз барады. Ол жерге жеткенде ауылдың өртеніп, ешкімнің қалмағанын көреді. Барлығын іздеуге тырысады, бірақ ешкімді таппайды.
Ақыры шаршап, жеңіліп, сол жерде ұйықтап қалады. Таңертең көзін ашқанда алдында от жанып жатқанын көреді. Жүріп келе жатып есінен танып құлайды. Кичиджиро оны көтеріп, ауылдан алыс қауіпсіз жерге апарады. Оған тамақ береді, бірақ Себастьяо Құдайды қорлаған адамның қолынан бір үзім жегісі келмей. Кичиджиро оған бұл жерден кету керек, өміріне қауіп төніп тұрғанын айтады. Бірақ Себастьяо оны тыңдамай, сапарын жалғастырады. Көп ұзамай шөлден басы айнала бастайды. Кичиджиро су әкелуге кетеді, бірақ қайтып келгенде суды жерге төгіп алады. Жақын жерде өзен бар еді, ол Себастьяоны сол өзенге апарады. Себастьяо көп су ішіп, өзеннің бетінде өзін көргенде, жағдайын байқап, есалаң сияқты күледі. Көп ұзамай Кичиджироның оны тағы сатқаны белгілі болады, өйткені жапондықтар оны қоршап алады. Оны алып бара жатқанда, олар Кичиджироға күміс тиындар береді, бірақ ол ештеңе білмегендей кейіп танытады. Себастьяо ұсталған адамдардың арасына отырғызылады. Олардың жүздеріне қарап, ашумен, қалайша сендер соншалықты сабырлысыңдар деп сұрайды. Бірақ олар жауап бермейді, өйткені олар Құдай үшін құрбан болса, жәннатқа баратынына сенген. Көп ұзамай олардың жетекшісі, инквизитор келеді. Ол барлығын Себастьяодан басқасын алып кетуді бұйырады. Ол, біз сендерді жек көрмейміз. Тек Жапонияда сенің Исаңа орын жоқ екенін біл. Құдай жоқ деп келсің, сені де босатамыз дейді. Себастьяо өмірін беруге дайын, бірақ ешқашан мұны істемей. Инквизитор мұны жақсы біледі. Сондықтан ол, біз өткен қателіктерден көп сабақ алдық. Сендерді өлтіру сенімдеріңді күшейте түседі. Егер сен жақсы діни қызметкер болсаң, осы кедей адамдарға жаның ашуы керек. Сенің менмендігіңнен олар қатты азап шегуде дейді. Себастьяо торға қамалады, оған Асана есімді аудармашы болатын адам келеді. Ол Себастьяоға діннен бас тарту керектігін, әйтпесе оны төңкеріп біліп, денесінен әр тамшы қанды сығып алатынын айтады. Әңгіме барысында Феррейраның да осылай азапталғанын айтады. Бірақ ол діннен бас тартып, Жапонияда өз отбасымен өмір сүріп жатыр. Осыдан кейін Себастьяоны байлап, ауылды айналдыра сүйрейді. Халық оған тас лақтырып, қарғыс айтады. Содан соң бәрін инквизиторға келеді. Олар Себастьяоның осында келген батылдығына таңғалып, оның одан әрі азап шегуін қаламайды. Олар, сендердің уағыздайтын дінің Португалия мен Испанияда шынайы болуы мүмкін, бірақ біз сенің дініңді мұқият зерттеп, Жапонияда бұл діннің пайдасы жоқ деген қорытындыға келдік. Бір елдің топырағында өсіп гүлденетін ағаш басқа елдің топырағына отырғызылса, солып қалады. Сол сияқты, сендердің дінің Жапонияда өсе алмайды дейді. Бірақ Себастьяо олармен келіспейді. Ол, бұрын мұнда 300,000-нан астам христиан болған, бірақ сендер оларды өлтірдіңдер, азаптадыңдар және күштеп діндерін өзгерттіңдер дейді. Инквизитор енді онымен дауласқысы келмейді. Содан соң оны қайтадан торға қамайды. Бір күні Кичиджиро онымен кездесуге келеді. Ол ақша үшін сатпағанын, күзетшілер оны ұрып, қамағанын айтады. Тұтқындардың бәрі діни қызметкерге бұл адамға сенбеуді, ол тыңшылыққа келгенін ескертеді. Бірақ Себастьяо бәрібір Кичиджироны кешіреді. Келесі күні кейбір христиандарды шығарып, Иса суретін таптауды талап етеді. Барлығы қорқады, бірақ ешкім Исаны қорламайды. Содан соң күзетшілер бір адамның басын кесіп, сол жерде жерлейді. Кейін апталап азапталған тағы бір адамды шығарады. Ол дереу Иса суретін таптайды, содан соң босатылады. Кешке Себастьяоны инквизитордың алдына қайта келеді. Инквизитор оған 4 әйелі бар адамның хикаясын айтады. Ол, 4 әйелдің бәрі сұлу болды, бірақ олар жиі ұрсатын. Бір күні шаршаған адам 4-еуін де сарайдан қуып шығады, содан соң оның өміріне тыныштық пен бақыт оралады дейді. Ол Себастьяодан, сенің ойыңша ол адам дұрыс істеді ме деп сұрайды. Себастьяо, ол дұрыс істеді, ақылды адам болған деп жауап береді. Инквизитор, енді сол адамды Жапония, ал 4 әйелді Англия, Испания, Голландия және Португалия деп есепте. Егер біз осы елдерді осы дауласқыш әйелдер сияқты шығарып жіберсек, не жаман. Егер бәрі бірге өмір сүрсе, тек қирау болады. Жапонияда бөгделерге орын жоқ дейді. Келесі күні Себастьяо христиандардың қыздарын күштеп алып кетіп жатқанын көреді. Көп ұзамай оны да ертіп жүруді бұйырады. Оны теңіз жағасына апарады, онда оған бір нәрсе көрсетпекші болады. Біраздан соң Себастьяо Францисканың ұсталғанын көреді.
Олар қыздардың қол-аяғын байлап терең суға қарай алып барады. Францискоға діннен бас тартса, қыздардың өмірі сақталады деп айтылады. Бірақ Франциско мұны істемейді. Содан соң олар қыздарды суға лақтырады. Франциско оларды құтқаруға барады, бірақ оны да суға батырып өлтіреді. Себастьяо алыстан тұрып, мұның бәрін көруге мәжбүр болады. Ол жүрегі жарыла жылағанда, Асано, сен қандай діни қызметкерсің? Өз эгоизмің үшін осы жазықсыз адамдардың өлуіне жол беріп отырсың. Сенің құдайың осыны қалай ма? дейді. Сол түні ол көп жылайды, психикалық жағдайы нашарлай бастайды. Келесі күні оны буддистік ғибадатханаға апарады, онда оны ерекше адаммен таныстырмақшы. Асаноның жүзінде күлкі, ол осы күнді асыға күткендей. Біраздан соң Феррейра келеді, оның сыртқы келбеті мен жүрісі мүлдем өзгерген. Себастьяо оны көріп көзіне сенбейді, өйткені ол енді буддист монах болған. Феррейраның жүзінде оғаш үнсіздік, ол көп азап шеккендей. Ол Себастьяоның сұрақтарына түсініксіз жауап беріп, мұнда өте бақытты екенін көрсетуге тырысады. Асано Феррейраға жазып жатқан кітабы туралы айтуды бұйырады. Себастьяо бұл адамдардың Феррейраға христиандыққа қарсы кітаптар жаздырып, бұл діннің елде өспеуін қамтамасыз ететінін біледі. Феррейра, мен мұнда 15 жылдан астам христиандықты уағыздадым, енді Жапонияда Исаның қажеті жоқ екенін түсіндім. Сен де мұны тезірек түсінгенің дұрыс дейді. Асано, ешкімнің дініне араласпауы керек. Бұл Будданың жолы. Ол сенің Исаң сияқты өзін адамнан жоғары санамаған. Бөлісетін нәрсе көп болғанда тек өзің жеңуге тырыспау керек, ал сендер дәл осыны істеп жатырсыңдар дейді. Феррейра Себастьяоға, егер олардың айтқанын тыңдамасаң, мойныңа кішкентай кесік жасап, денеңнен әр тамшы қан тамғанша төңкеріп біледі. Менімен де солай істеді дейді. Флешбек арқылы Феррейраның Иса суретін таптаған күнін көреміз, бұл оны іштен толық сындырған. Бірақ Асано Себастьяоға, сен Жапониядағы соңғы діни қызметкерсің, сондықтан саған мұндай ештеңе істемейміз. Біздің әдістеріміз сәл өзгерді. Оның орнына мұндағы христиандарды азаптаймыз, бұл сен дініңнен бас тартқанша жалғасады дейді. Келесі күні Себастьяоны инквизитордың үйіне апарады. Жолда халық оған тас лақтырады. Асано, қара, сен осы адамдар үшін келдің, ал олар сені жек көреді дейді. Түнде Себастьяо адамдардың айғайын естиді, ол құлағына инедей қадалады. Біраздан соң Феррейра келіп, қабырғадағы осы сөздерді мен де осы түрмеде, сенің орныңда болғанымда жазғамын. Егер Құдайға дұға еткің келсе, көзіңді ашып дұға ет дейді. Себастьяо 5 христианның төңкеріп білініп, қанын ағызып, баяу өліп жатқанын көреді. Ол бәріне христиандықтан бас тартуды айтады. Бірақ Феррейра, олар мұны істеп қойған. Олар тек сенің кесіріңнен азапталуда. Олардың айтқанын тыңдап, христиандықтан бас тарт. Егер Иса сенің орнында болса, ол да осылай істейтін дейді. Феррейра Иса суретін оның алдына қояды. Барлығы оның не істейтінін көру үшін оған қарайды. Себастьяо Исаға қарап, ішінен дауыс естиді. Ақыры оның батылдығы сынып, суретті таптайды. Осы сәтте Асано бәрінің босатылуын бұйырады, содан соң барлығы босатылады. Енді Себастьяоны буддист монах кейпінде көреміз. Балалар оны мазақ етеді, бірақ ол енді ештеңені сезбейтін болған. Ол Жапонияға келген соңғы діни қызметкер. Осыдан кейін шіркеу 250 жыл бойы Жапонияға діни қызметкер жібермеді. Себастьяоның міндеті бөгде, әсіресе христиан заттарының елге кірмеуін қадағалау болды. Тек голландиялықтар мен еуропалықтарға Жапонияда сауда жасауға рұқсат етілді. Мұның бәрін бақылап тұрған бір адамды көреміз. Көп ұзамай Феррейра да қайтыс болады. Содан кейін Себастьяо барлық жауапкершілікті өз мойнына алады. Бір күні инквизитор Себастьяоны шақырып, алыс жерде бір жапондық қайтыс болды. Оның әйелі, ұлы және қызметшісі бар. Бүгіннен бастап сен оның атымен және жеке басымен Жапонияда өмір сүресің, оның әйелі енді сенің әйелің дейді. Ол ауылда бірнеше христианның қалдырылғанын, Себастьяоның өзін жақсы сезіну үшін жасалғанын айтады. Осылайша жылдар өтіп, Себастьяо қартаяды. Жапондықтар оның сенімі қайта оянбас үшін бірнеше ай сайын Иса суретін таптатып отырған. Кичиджиро әлі де Себастьяоны тастап кетпегенін көреміз. Бірақ бір күні оны діни суретпен ұстап алады, содан кейін ол енді көрінбейді.
Себастьян 1662 жылы қайтыс болады. Оның өлімінде әйелінен бір тамшы жас шықпағаны айтылады. Бір кездері Себастьян болған адам, ақыры олар қалағандай болды. Соңында Себастьянның денесі буддистік рәсімдермен толық өртеледі. Оның қолында жылдар бойы бәріне жасырын ұстаған крест бар еді, ол онымен бірге өртеніп, құпия болып қалады. Осымен шынайы оқиға осында аяқталады.